мен ауыр үй жинамаймын қазір, мысалы менде көмекші бар, мен тамақ істемеймін, киімді түктемеймін деген сияқты ғой. Мен просто миымен жұмыс жасаған жақсы. Тек қана салонда бас жуам деңізші. Бір пирожныйдан сонда 20 теңге қалады, бір пирожныйдан. Енді маған кейде ол жетпейді ғой, енді 104-тің үстінен жаңағыда 2000 теңге деген сияқты, сөйтіп 1000 торттан жаңағы 20 000 деген сияқты. Сөйтіп дамып келе, мен өзім үйреніп алдым тортты, өзім де заказ қабылдай бастадым. Неге қосымша ақша таппаймын деп ой келді 16 жасымда оқып жүрген кезде. Сөйтіп ең алғашқы бизнесім, мен барахолкадан іш киімдер аламын. Носки, анау мынау алып, жатақханаға, 4 жатақхана бар Агуде бізде. Жатақханаларға мен сумка қойып, ала сумкаменен оптом өткізіп кетемін. Үстіне 50 теңге қоямын, 20 теңге қоямын да, әрбір жатақханадан бір жақсы бір чувствый қыздар болады. Мен айтамын, сен өзің 10 теңге қоясың ба, 20 теңге қоясың ба, өзің бересің. Мен жаңағы сіздерге стипендия түскен кезде мен жинап алып кетемін ақшаны. Сөйтіп мен просто 150 000 теңге табатын едім. Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде қонақта белгілі ментор, көптеген қыз келіншектердің кәсіп бастауына, өзін ісін дамытуына себепкер болып жүрген трансформатор және әйел қыздардың дамушы орталығын ашқан смарт ананың негізін қалаушы Динара Вайс. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Фанфара дейсің осы жерде. Қош келдің, Динара, біздің студиямызға. Күні кеше Инстаграмды біраз шулаттың. Өзім көріп қуандым. Кәдімгі көптеген келіншектердің басын қосып, тіпті біреуіне Дубайға жолдама сыйлап жатсың. Осындай үлкен кештен кейінгі көңіл күйіңіз қазір қалай? Бір гештальт жабылған болар. Көптен дайындалып жүрген проектім ғой. Өте күшті сезімде отырмын, өйткені қаншама әйел қызға табысын таптырып қана қоймай, өте керемет көңіл күй сыйлай алдым деп ойлаймын. Рахмет біріншіден осы жерге қонақ қылып шақырғаныңызға мені. Және де бұл кештің мақсаты Атырауды не только шулату, Инстаграмға емес, мен кәсіпкер эксперттердің өз еңбектерін осы 2-3 айдың көлемінде жетістіктерін өздеріне көрсеткім келді. Сондай күш бар екендігінде өздерінде, сондай қалай айтсам екен, әйел адамда жетістікке жете алатындығын өздеріне көрсетіп бердім. Мен өзімде емес, өздеріне мен сенгізе алдым деп ойлаймын. Динара Вайс деген кезде түрлі фамилияңыз басқаша естіледі. Біреулер сұрауы мүмкін, немка ма, ол метиска ма, кім деп. Өзіңізді кішкене таныстырып кетсеңіз. Неге Динара Вайс? Енді менің есімім Динара Жайлаубай қызы, кәдімгі қазақша Жайлаубай. Әкемнің есімі Вайс деген, ол негізі Уайс деген есім ғой, Уайс деген, білесіз ғой, Уайс деп жазылатын есім. Бірақ біздің документімізге орыстар жазған кезінде Вайс вғыл жіберген, удың орын, содан біз Вайс болып кеткенбіз. Сол көп адамдар шатасады, сөйтіп сіздің неге Уайстың орнына. Кейбіреулер бар, қазір Уайс ба деп жазылып тұрды, бірақ біздікі білмеймін енді. Сондай хит болу керек шығар. Вайс болып жазылып кеткенбіз. Өзіме ұнайды. Өзіме ұнайды, Маған да ұнайды Динара Вайс. Енді бәрі қалай басталды, Динара? Қарапайым отбасында өмірге келді, Динара мектепке оқыды, университетке барды. Бәрі осы қалай басталды? Мен білем, көп балалы анасыз, тек қана бір кәсіпкер емессіз, блогер емессіз. Кішкене осы өзіңіздің жолыңызды айтып өтсеңіз. Жалпы мен өзім Атыраудың тумасы емеспін. Бұл Атырауға келгеніме мен 10 жыл болды, Атырау қаласына тұрып жатқаныма. Мен үйлене сала, күйеуім Шымкенттікі, үйлене сала 15 күннен кейін Атырауға келгем. Атырау менің бет ашарым сияқты ғой. Бет ашарым Шымкентте болса да, мен Шымкентті қатты жақсы көре алмаймын. Өйткені мен осы жақта тұрдым ғой. Келдім де осында тұрдым, осында естидім деп айта аламын. Балалардың бәрін осында дүниеге алып келдім деген сияқты ғой. Мен ең бірінші басында бір чемоданмен келген адам. Мен ешкім танымаймын, күйеуімнен басқа. Бір аптадан кейін мен бүкіл подъезді танитын болдым. Молодец. Мен сондай адаммын,
ортаны жақсы көремін, адамдармен араласып танысқанды жақсы көремін, көбірек адамдарға пайдам тисе екен деп ойлаймын. Сол кезде мен ештеңемен айналыспаймын. Өзім негізі менің мамандығым заңгер, иә, международный правоны бітіргем. Мен департаментке дейін документтерімді өткізіп тұрған жерінен мені жолдасым қызғанып, сен неде жүре алмайсың, жүрмейсің, енді милицейский киімде жүресің ғой, ояқта түнтізіп визит болып қалады деген сияқты. Мен балым жетіп өтіп тұрған жермен 2 айлық оқуға жібереді мені. Ақтөбеге барасың деді, сол кезде мен қағазбен келем, Ақтөбеге 2 айлық оқуға жіберді. Қалай біз үйлендік қой кеше ғана, мен сені қалай Ақтөбеге жіберемін деп, күйеуім сонымен жұмысқа шығармай қояды. И сонда менде Атырауда ешкім танымаймын, маған не керек болады? Бірдеңемен айналысу керек деген сияқты ғой. Сол кезде жан көрісім торт пісіреді. Сол жан көрісіме барам да, бір идея бар менде деймін. Сосын қандай дейді, сіз торт пісіресіз, мен сатып беремін деп айтамын. Сатуға күштімін деп айтамын ғой. Жақсы, сен көр дейді. Сөйтем да, сырымдатып ана гай болды ғой бұрында. Гай жақта, гайдың 2-ші домның қасында тұрамыз. Сөйтіп сырымдатып бойында төре деген болды, қазір көп қой, неше түрлі, қазір гохалалға ауысып кетті. Сол почол дейді, полный солардың бәріне мен көше білмеймін, просто жаяу тіке барып келетін көшені жаттап алғам. Сол жерде жүріп, мен қолыма каталог істеп аламын. Который шығарып, менде мынандай торттар, пирожнилар бар, мынандай теңгеден, штуга мынандайдан деп. И прикиньте, бір күнде 1000-ға жуық пирожниға закат алып келем. Иә. Сонда мен айтқаным, просто мен іздендім. Ақша қалай табу керектігін. Маған андай қатты бүйтіп күшімді салып еңбектенген жұмыстарды істегім келмейді мен. Қара жұмысты, короче. Мен миымен жұмыс жасағым келеді. Мен сондай нәрселерден ақша істеймін. Шыны керек, ол миымен жұмыс жасаймын. Мен ауыр үй жинамаймын қазір, мысалы, менде көмекші бар. Мен тамақ істемеймін, киімді түктемеймін деген сияқты ғой. Мен просто миымен жұмыс жасаған жақсы. Тек қана салонда бас жоғын деңізші. Жоқ, үйде бас жоғын, мен де оны мойындау керек. Қарапаймыз ғой. Просто мен андайда, мен оған кетірген уақытымды мен лучше күшті проекттерге өзіме істегім келеді. Баламмен далада жүргім келеді, үй жинап жүргенше. Жұмыстан 6-та келем ба, мен уже 9-ға дейін балалармен жүргенді жақсы көремін. Үйге келіп, тамақ пісіріп, уже ұрысып, бәрін жынданып, ананы жинаңдар, мынаны жинаңдар деп жүргенше менің уақытымды лучше басқа бірге төлеп, қалай айтсам екен, шабытпен жұмыс жасағым келеді ғой. Сол. Демек, әр істің қайыры бар деген болады да. Мысалға, күйеуіңіз сізге басында 2 айлық курсқа бармайсың деп. Сізде негізі үміт бір болды. Енді мен жаңа дипломды алғам сөйге. Диплом алғаннан кейін жұмыс істегіңіз келді ғой. Сол кезде қандай сезімде болдыңыз? Күйеуіңіз бармайсың, қызғанамын мен деген кезде. Негіз қабылдай алмадым. Кәдімгі жылап, енді кәдімгідей истерика шығарасың ғой. Сосын бір кезде Динара, сен не істейсің ғой деп, қолынан бәрі келеді ғой, Атырауда әлі бағындырасың деп. Сол кезде не бердім да өзіме ше. Өйткені мен кішкентай кезімде активистік андай ортамда да бірінші мен жүретін едім. Бәр танитын еді, осы Динара Ваисова деп, ол кезде фамилиямен атады ғой. Сөйтіп кішкентай кезімнен активистка болғам. Маған, білмеймін, бағындыру қатты қиын болған жоқ Атырауда. Жарайсыз. Мен риза болып отырмын. Енді кезек-кезекпен айтайық. Вот Динара торттарды сатып бастады. Содан кейін қалай болды кезең? Торттарды сатып жүрім ғой. Нормально вроде жаңағы бір пирожнидан 20 теңге қалады, бір пирожнидан. Енді маған кейде ол жетпейді ғой енді. 100 торттың үстінен жаңағыдай 2000 теңге деген сияқты. Сөйтіп 1000 торттан жаңағы 20 000 деген сияқты. Сөйтіп дамып келе, мен өзім үйреніп алдым тортты, өзім де заказ қабылдай бастадым. Қасында жүріп, торттарға заказ қабылдай бастадым. Сосын қосымша жұмысқа кіруді жөн көрдім де. Ол жерде көп жұмыс істей алмадым. Бір-екі ай маған басқа бизнес түрін көру керек болды. Сосын үйден онлайн киімдер сата бастадым. Инстаграм бар ол кезде? Жоқ, ол кезде ВКонтакте. ВКда. ВКонтакте басталды. Инстаграм енді Инстаграмда бар өзімде, бірақ өзім күшті блог жүргізетін болдым да. Инстаграмға киімдер салмайтын едім. Басына ВКонтактеге салатын болды ғой, есіңізде ме? ВКонтактеге фотоларын тақып қоямыз, бағасын жазамыз. Сөйтіп үйден Алматыдан орамал, шарф, көйлектер, сондай алып келіп үйден сауда бастадым. Соны офлайн бизнеске істедім ғой. Бірінші балам дүниеге келгеннен кейін Дина базарынан бутик сатып алып, үйден дамытып отырмын ғой, ақшамды сол бутик сатып алып, сол жақтан сол кезде күйеуім маған 500 000 теңге берді. Давайте осыған тағы да қосып товарын істерсің деп. Сонымен мен офлайн бизнесті ашқам. Ең алғашқы рет. Сол бизнесті ашқаннан кейін Инстаграммен жұмыс жасадым. Жарайсыз. Мен бір кездесулерде естідім. Динара 7 бизнесті жасап көрген.
сол бизнестерді айтып өтсеңіз, және ары қарай переход болады бізде, 7 бизнесті тастап менторлыққа кетуіңізге не түрткі болды? Енді бірінші 7 бизнес дегенде мен 16 жасымда бизнес жасадым ғой, Алматыда жүргенде. Ол кезде айтып тұрмын, қара күш жұмысқа мен донершіке жұмысқа кіріп көрдім, официантта болып көрдім, 2-3 күннен кейін шығып кетем. Біреудің бүйтіп қабақ шытып, анан алып кел, мынаны алып кел деген ұнамайды да маған. Мен оқыған универімде ылғи байдың балдарымен байдың қыздарының ортасында жүрдім. Енді өзімде де жаман низкий жаңағы төмен неде өскен жоқпын. Қарапайым жағдайым бар. Әке шешем менің контрактымды төлеп береді, оқуыма ақша жібереді. Бәрібір де мені жақсы ортада жүргеннен кейін олар қымбат ресторанға барады. Дұрыс жерлерге барады, машинамен жүреді, бәрінде айфон ұстайды, дұрыс киініп жүреді. Маған орта әсер етті деп ойлаймын. Өйткені олар енді высший уровеньде өмір сүріп жатқан адамдардың ортасында жүргесін, мен де ондай неге өмір сүрмеске деген келді. Неге қосымша ақша таппаймын деп ой келді 16 жасымда оқып жүрген кезде. Сөйтіп ең алғашқы бизнесім, мен барахолкадан іш киімдер аламын. Носки анау мынау алып, жатақханаға, 4 жатақхана бар Агуде бізде. Жатақханаларға мен сумка қылып, ала сумкаменен оптом өткізіп кетем. Үстіне 50 теңге қоям, 20 теңге қоям да, әрбір жатақханадан бір жақсы бір чувствый қыздар болады. Мен айтам, сен өзің 10 теңге қоясың ба, 20 теңге қоясың ба, өзің бересің. Мен жаңағы сіздерге стипендия түскен кезде мен жинап алып кетем ақшаны. И сөйтіп мен просто 150 мың теңге табатын едім. Молодец. Ол кезде үлкен ақша. Үлкен ақша. Сол спокойно мен қыдыратын жеріме қыдырып, баратын жеріме сол ақшамен баратын едім. Ол кезде қиналып жұмыс жасамаймын, сабағыма барып келем, жаңағына апарам. Просто ақша табу үшін бір нәрсені қиналып жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Просто адам барлығын миында любой нәрсені бір жұмыс жасадыңыз ба, екінші жұмысты да алып жүруге болады. Сол жұмысты жасап жүрдім, 4 жыл қатарынан универде жүрген болсам, 4 жыл до конца алып жүрдім, тастаған жоқпын. Екінші бизнесім Алматы қаласындағы, ол не болды, тоже барахолкаға біз овощ фрукт алып келем. Саяхат деген базар бар Алматыда. Білсеңіз, Талғарға еске кететін жер. Сол саяхат базарынан 1,5 метр жерге 15 мың теңге айына арендаға место алдым да. Сол кезде бір қарақалпақ қыз болды, таныс. Сол қыз айттым, давайте сен зарплата берем 40 мың. Саған еще оптым товарының бағасын әкеп қойып берем. Сен өзің 10 теңге қоясың ба, 20 теңге қоясың ба, күнде выручканы маған санап беріп отырасың. Арендам бар, зарплатам бар, одан бөлек 200 теңге мен сол жерден табатын едім. Жарайсыз. Еще таңертең ерте тұрып аламын ғой, 6-да тұрам. Такси жалдап аламын. 2-3 мың теңге әкеп тастайды маған Алтын Ордадан саяхатқа, машинаға. Просто іздену керек деп ойлаймын. Қазіргі жастарға да айтарым, сол кез келген жерден қазір мен 200 мың теңге таба алмай отырым деген адамдарға мен кейде бүйтіп қараймын да, қалай мен сол кезде 16-17 жасымда сол 200 мың теңгені таба алдым ғой деймін да. Сіздер қалай қазіргі дамыған заманда Инстаграм бар, TikTok бар, әлеуметтік желі бар, таныс тамырың бар, мысалға деніңіз сау, просто іздену керек деп ойлаймын. Адам отырып мен не істей аламын деп, андай жеңіл емес, просто миға бір сигнал берсеңіз, ол сізге дұрыс жолды көрсетіп береді. Сол. Енді одан кейін осы Атырау қаласынан келген торт бизнесінде жасадым, Каусар шоп аштым. Каусар шоп бізде? Жаңағы дүкен. Киімдер дүкенін аштым. Дина базарында аштым. Сол жерде Инстаграммен, мен ешкім Инстаграммен жұмыс жасамайтын кезінде мен райондарға доставкамен Инстаграммен жұмыс жасап, товарларды жібере бастадым. Сонда маған қарсы бутиктер Инстаграм үйретіп бастады ғой. Сол кезде мен бәріне бесплатно үйрететін Инстаграмда. Қалай пост салу керек, қалай сурет салу керек, қалай не айту керек. Ол кезде андай бір бар ма, белгілі бір шапка, әлде ондай ештеңе жоқ, тек сала бересіздер ме? Шапка енді жаңа адресің жазып қоясың, ішінде не бар екенін жазып қоясың, сондайлар шарттар болады. Парақшаны ашқан кезде, мысалы қазір енді бәрі әдемі болып тұрады ғой, Инстаграмда бір жүйе, стиль бар, ол кезде стиль болмаған болар. Ол кезде мен өзім бар ғой, сол кезде бір таңғаламын ше. Студент қыздар болды, мен таныс қыздарым. Соларды алып келіп, мен фотоаппаратқа түсіртіп салатын едім. Сол кезде ана лестницаға тұрғызып қоямын да қыздарды, давайте әдем қыздармен. Сол кезде ешкім жасамайды оны. Қазір жасайды ғой барлығы негізі. Сол кезде мен соны жасайтын едім. Модель қыздарды фотоға түсіріп салатын едім. Соның үшін менің саудам жақсы болған сияқты деп ойлаймын да. Тезірек Инстаграм дамып деймін да. Қалай болса солай салсам, ол да өтпейтін. Киім іштегі киімдер емес. Жоқ, модель қыздар тұрады. Сол кездің өзінде фотоаппаратқа түсіртем.
и фотоаппарат маған күшті суреттер шығарып береді, мен оны инстаграмға саламын. Мгм. Просто мен айтып тұрмын ғой, ізденемін мен. Иә. Қалай Ести мен аламын деп. басқа ол кезде гуглға жазамын көп нәрсені. Енді адамдар қазір жазып жүрсе, мен бұрында сол кезде гуглдың өзінен жазатын едім. Не істеуге болады? Динара Гуглдың досы. Иә, не істейсің? Қазір алдында чат GPT-ға жазсам, мен әліге дейін гуглға жаза беремін. Гуглде өте ақпараттар көп, бізде енді бәлен жылға дамып кеткен ғой, басқа мемлекеттің платформасы ғой. Сол ол бизнестен кейін менде дәл сол бизнесті жасап жүргенде менің мамам аяқ астынан қатты ауырып қалады. Иә, серьез печень болып, мамам дүниеден өтеді. Сосын менде қатты не болып кетті, қалай айтсам екен, стресс басталды. И мен бизнесті тастап қойдым. Өзімді қатты ұстап жібердім, өйткені 26 жасыңда сен 27 жасыңда өзің мамаңнан айырылып, ол өте қиын да. Өте жассыз ғой кезде. Иә. Сол кезде мен бала болдым ғой. Содан кейін мен есейдім. Кез келген кәсіпкер кәсіп өседі, енді құлдырайды деген сияқты ғой. Вот сіз құлдыраудан қалай шықтыңыз? Мүмкін Динараның айтып отырған әңгімесі қазір осындай бір құлдырау ситуациясында жүрген адамға түрткі болатын шығар, жақсы мотивация болатын шығар. Динара қалай шықты? Ең бірінші мен Алламен жақын бол. Бірінші енді ең бірінші жаңағы Алламен жақын болғаннан кейін өз-өзімді тәрбиелейсің ғой адам. Жан жақты оқи бастайсың, іздене бастайсың. Әр түрлі енді курстарды алдым, шыны керек. Психологиялық курстар ма? Психологиялық. Ол кезде Құралай ханым деген болды. Айнұр Тұрсынбаева шығып атты, көп болды. Мен сондай майда-майда марафон курстардан бастадым, шыны керек. Ол кезде хит болып аттырды ғой. Барлығы солай хит болып аттыр. Мендегі нәрсе, соларды айтқан бірге бір жасадым. Давай, жаса, сен қолыңнан келеді деп тұрса біреу, мысалға, менің елге жақыным келіп айтса, мен оны істемеймін. Мысалға, сіз айтсаңыз мүмкін істеуі мүмкін, сіз танымаймын ғой мен. Сол сияқты негізі танымайтын адамнан ақыл кеңес алу деген өте жақсы деп айта аламын. Терапия жасадым, өз-өзімен кәдімгідей жұмыс жасадым деп айта аламын. Менде мынандай мақсат болды да, Динара, давай сен деген әлсейтін жұмыстарың көп қой, бала шағама қараймын, енді мен қатты бір күйеу жолдасым таппайды деп айта алмаймын, өйткені ол менің жағдайым жасап қойған. Просто маған андай күш керек, прям адамдармен араласу керек деген сияқты, қоғамға бір нәрсе беру керек деген сияқты менде ішімде не болды. Давайте кәсіп жасау керек деген сияқты, орта керек деген сияқты менде ішімде сондай, қалай айтсам екен, ниетім болды соған деген. Давай Динара, сен жатпау керексің деп. Сол ғой 5-6 айдан кейін қайтып шығып кетемін ғой мен. Сөйтіп сондай әртүрлі курстар болғаннан кейін бір күні былай мемлекеттік бағдарлама баламды емізіп қарап отырсам, сол кезде мемлекеттік бағдарламадан теледидардан айтады, жастарға арналған 1 миллион теңгелік грант беріледі, жас против, осындай деген сияқты хабар көрем. И сразу айтады, осындай сайтта бар деп. Сразу Google ғой, Google-де жас project деген сайт жазам. Сөйтсем, Атырау қаласы бойынша адресі осындай жерде жастар жастар орталығында Нұрсая бірдеңе деп сол кезде тұрды арыстер. И сразу мен күйеуімге айтамын, сондай көрдім, барып келейін, грант береді екен дегім. Қайдағы грант? Сен алмайтын сияқтысың, не істейсің оны дейді. 1 миллион саған бере салмайды ғой. Оның да өзінің несі бар деп қой дейді. Сосын күйеуім кетіп қалады, балаға қарамайды ғой, енді ол қарайтын адам керек маған. Сосын менде көршім айтам, мен любой жерден не табатын адаммын ғой. Вихт табам да, жол табам да. Көршім айтам, давай 2 сағатқа баламды қарап бер. Мен саған осындай шоколад алып беремін, ана елде болмаса өзің бір нәрсеңді әкеп берермін деп. Енді көрші болғасын сөйтіп айтам ғой. Сосын хорошо қараймын деп баланы алып қалады. Мен кеттім. Бардым, жұмыстарымды қарасам, осындай айтты, бизнес-план керек, қандай жоба жасағыңыз келеді, давайте деген сияқты. Сосын мен айттым, мен білмеймін қандай жоба жасау керектігін. Қандай жобалар өтеді десем, маған айтты, кулинария өтеді, ана өтеді, жаңағыдай, мынау өтеді деп айтып жатыр ғой. Ешқайсысы ұнамайды, маған айттым, білмеймін. Мынандай орталық керек сияқты. Өйткені мен басқа қаладан келгесін андай орталық керек болды да маған. Әйелдер барып, сөйлесіп отыратын, білмеймін, бірдеңемен айналысатын, жаңа ортаны іздейтін адамдар метін да. Ана мен бала орталығы десем қалай? Аналарды да дамытамыз, балаларды да дамытамыз.
күшті проект, мындай проект жоқ, бері басқаша проектпен келіп жатыр, бері тауық асыраймын, анау бүйтем деп келіп жатыр деп. Отырдым да сразу сол моментте айттым, давайте, Нұрлыгүл деген қызы болды жастарда, сол саясатында, сол қыз екеуміз бизнес-план жаздық. Осыны айтты, мен айтып отырмын, ағылшын үйретеміз, тігін үйретеміз, әйелдерге, балаларға мынандай үйретеміз деп бөліп, сатыларға бөліп, сол кезде жазғанбыз, 60 әйелді оқытып шығарамыз, және 100 баланы осындай неге бағыттаймыз деп проектке жазасың ғой. Қанша уақыттың ішінде ол? 6 айдың ішінде деп жазамыз деп ұсынасыз ғой жобаны, енді бизнес-план солай жазылады. Сосын сөйтіп жазып ұсынылды. Мен бизнес-план жазып кеткен екен, айттым, мен өзім тапсырып қоямын, сізге хабар келеді, смс келеді деп. Мен жүрмін үйде бір күн, телефоныма смс келіп тұр ғой, Динара Жалаубаева, сізге 1 миллион теңге мемлекеттен грант ұттыңыз. Сол кездегі эмоцияны айта алмаймын. Иә, анандай бір құлдыраудан шыққан кезіндегі жол іздеп бардым ғой мен, енді іздендім, бір 5-6 ай уақыт кетті оған. Мен мүмкіндікті көрдім и бардым. Не істеп тұрмын, Қазбекке звондай жатырмын ғой күйеуіме, мен 1 миллион теңге грант ұттым десем, өтірік ол мошенниктер деп айтып жатырмын. Жоқ, ол сені алдап тұрған шығар, мошенниктер шығар, саған 1 миллион теңге саған кім бере салады деп. Сосын мен скриндап WhatsApp-пен жіберіп жатыр, міне осындай келіп тұр, серьезно десем, қой, шынба, ертең барып көр, 3 күнде ақшаң аударылады деп жатыр деймін ғой. Енді не істеймін, оны қайда не істеймін деп түсінбей жатырмын, 1 миллион деп. Сөйтіп 1 миллиард сияқты көрінеді ол кезде. Тегін ақша болып тұрғасын ғой, негізі 1 миллион ұстап жүрдім ғой сауданың кезінде. Или тегін бір аударам дегенсің ба, бір мындай жеңіл ақша көрініп тұр. Күтпеген жерден көрініп тұр да. Түсінгенім, любой кез келген жерде мүмкіндік ал бару жасауға болады да. Сол проектім Атырау облысы бойынша 1050 адам заявка берген ғой. Соның ішінен 157 жауап өткен. Соның ішінде менің проектім бар. Бұл или бақпа, баппа, или бір жол іздеу ма, или проектім жақсы болғаны ма, ол бір Аллаға аян ғой. И мен просто түсінгенім, адам ештеңеден қорықпау керек, бар мүмкіндікті көру керек екен да, барып ізденіп көру керек екен. Сол проекті менің 157 жоба 6 айдың ішінде жұмыс жасадық қой. Ана мен бала орталығы болып қанша әйелдерді оқыттық, балаларды оқыттық. Ол кезде Бибігүл Кәкімжанқызы деген болды тоже. Сол кісімен де коллаборация жұмыс жасадық да. И ол кісіден біраз мен де үйрендім. Тренер болды ғой. И мен сол кезде қандай Нұрлан Азаматович сол кісіге мен бар ғой. Мен дұрыс сөйлеуді манерасын сол кісіден бастап үйренгем. Айттым ғой, ол адам тұлға болып өсу үшін бір нәрсені үйреніп қоймайсың ғой, сен тренерствода оқи бересің, сен уже дұрыс сөйлеуді, бағытты білу керексің, жоба қорғауға сен уже дұрыс адамға бару керексің деген сияқты ғой. И маған 6 айдың ішінде Атырау облысы бойынша осы 6 айдың қорытындысы болады деді ғой. Осы әкімшіліктен хабар келіп жатыр, сіз самый лучший, ең үздік проект болып тұрсыз, бірінші орында тұрсыз деді маған. 15 жоба шығады деді Атырау бойынша. 15 жобадан осы Атыраудың салтанат сарайында сіздер проекттеріңізді жасап, жаңағы не жұмыс жасадыңыздар, соны көрсетесіздер. Әкімшілік келеді, Астанадан қонақтар келеді деді. И проектке мені телевидениеге сөйлетіп қойды. И сосын 300 адамның алдында сөз сөйлеу керек болды. Салтанат сарайында. Сол кезде Нұрлан Азаматовичқа барғам. Не айтам, не қоям мен? Ертең не айтам? Мен тек жасадым бәрін деп па? Мен жасадым, бірақ 300 адам алдына шығу, әкім отырады ол жерде, басқа қонақтар отырады. Не айтам? Былай айтты ғой, сен не жасадың? Қалай жасадың? Сонда факты күшті қылып айтып бер. Шын жүрегіңнен айтып бер деп. И мен тұрдым, шықтым, айттым. Сол кездегі халықтың қошеметін көріп, ана мен бала деген проект ең үздік проект болды. И Астанаға өттік қой. Астанаға жолдама алдық, тегін барып келу, бір апта бізді сабақ оқытты. Астанада бір апта қыдыртты, таңертең кешке дейін қыдыртады, түске дейін, одан кейін сабақ болады. Сол кезде Дариға Назарбаева білім министрлігі болды ғой. Сосын білім және ғылым министрі болды да, ол кезде Асқат па? Аймағамбетпін. Сол шатаспасам. Сол кезде сол кісілердің алдында тағы сөз сөйледім Астанада. Проектпен. Самый лучший проект болып Астанаға бесплатно барып келдім. Сол кезде мен өзімді уже бизнес леди сезіне бастадым ғой. Дұрыс бағытта келетқан екенмін ғой деп. Сол кезде менің ана мен бала деген орталығым
күшті жұмыс жасап тұрды. Прям 6 айдан кейін уже бізге айтты, 6 айдан кейін өздеріңіз осы проектіні платный қылып жұмыс жасап кете бересіңдер. Өйткені біз әйелдерді 6 айға дейін бесплатный оқыттық қой, 1 миллион алғаннан кейін. Еще ай сайын маған стипендия беретін еді, 60 мың теңге. Мен оқытып жүргенім үшін. Сонымен осы проектім күшті болып, жұмыс жасап кетқанда бізде карантин басталады ғой. Есіңде болса? Ол кезде тек журналистер ғана жұмыста болған сияқты. Сөйтіп карантин басталады. Сол кезде мен бір бағым, жолдасым екеуміз карантиннен бір 5-6 ай бір магазин ашқанбыз. Магазин ашқанбыз. Продуктовый магазин. Азық-түлік сататын. Оны да жүргізіп жүрмін. Негізі ана проектіні аяқтап болып, оны да жүргізіп жүрмін. Сол кезде осы менің азық-түлік бизнесім уже 4-ші ма 5-ші ма болып жатыр ғой. Азық-түлік бизнесті аптека, азық-түлік бизнес журналистер жұмыс жасады осы кезде. Допускпен жүреміз ғой қаланың ішінде. Сол кезде бүйтіп жүреміз ғой. Ешкім шыға алмайды, біз жүреміз, кәсіпкерлер жүреміз. Бірақ өкінішке орай анам мен балам жоқ тастадық қой енді. Білесіз ғой, орталықтар жабылады, адамдар жинауға болмайды. Сол бизнесі менің пигіне шығып атты ғой. Өйткені тамақ өтіп тұр. Айтып тұр ғой, мен бір нәрсені жасап жүрмін деп, екінші нәрсені жасамай жүрмейтін адам. Біз айтты, давайте продуктың дүкен ашайық. Мен тұрмаймын өгеде. Жаңа сіңілім, қайнысыңылым тұрады, өзімнің сіңілімді шақырып алдым, тағы бір продавец алдық. Сөйтіп осы 4 жыл ма, 3 жыл қатарынан, 3 жылдан асам ол бизнес жүріп тұрды. Айтып жатырғаным, осы магазин саласында да жасап жүргенім көп опыт алдым. Адамдармен, неше түрлі адамдар келеді ғой. Бәрін психологиясын зерттеп. Бәрін зерттеп, енді кейде мен барам, жаңағы торговыйлармен сөйлесу керек болады, товарға заказ беру керек болады, таңмен базарға бару керек болады, тағы да жаңағы овощ, фрукты деген күнде бітіп қалады, жаздың күні қарбыз қауын алып келу керек. Сол кезде мынада киініп алам да, кепканы киіп алып, жаңағы сөйтіп жүремін ғой. Базарда кейбір таныстарым келді, сен андай жоқсың дейді, образдарды күшті ауыстырасың дейді, анда леди болып жүрген кезде басқаша киім жүре береді, базарда қарапайым дейді. Енді жұмыс қой ол деймін ғой, еңбек. Одан істемеу керек деп ойлаймын да. Алмау керек, ол еңбектерім жатырмын болды деп. Сол карантин болып басталып кетті, жұмысым жүріп кетті, Аллаға шүкір жасап жүрмін. Сол кезде тағы бір не келеді ғой, смартан емес, кезде анам мен бала орталығын қайтып ашқым келеді. Ой келіп жүреді, магазин жүріп тұр. Сол кезде 4-ші баламды босанам. Бала да босанып жүрмін, жұмысымды да жасап жүрмін, интернетімді дамытып жүрмін, блог жүргізіп жүрмін. Балаларымды қайнысіңілдерім қарайды кезекпен, дүкенге барып келеді, одан бала қарайды, одан кейін өзім қараймын, сөйтіп қарадық әйтеуір. Ол мен ешқандай бұл жерде сусқаным жоқ, мен сол бәрін сол жақтан алдырттым, Шымкенттен алдырттым, тағы бір жерден алдырттым, сөйтіп мен Атырауда танысым жоқ қой өйткені. Сосын студент қыздар болды, осы туысқан жан-жақтан келген. Сол қыздар келіп қарады. Негізі любой адам амалын табуға болады. Қазір ойлайды ғой, туған күнге баратын болса да Атыраудың қыздары мен шақырамын ғой, баланы тастайтын адам жоқ дейді да. Қазір даже няня час бар. Балдарыңды тастап кетесің. Егер мүмкіндік іздейтін болсаң, просто сылтау көп адамда. Түске дейін жұмыс жасап келуге болады, мысалға бар ғой, любой саланы алып алып, мысалға компьютермен жұмыс жасайтын, SMM болып кел, мобилный групп бол, фотограф бол, білмеймін, 2-3 сағат тойға шығып кел, жұмыс жасауға болады. Или обедкен тортыңды пісіріп тастап үйде. Просто бұл жерде жол іздеу ғой, мүмкіндік іздеу керек қой. Ақша табу үшін, жақсы өмір сүру үшін, ақша табу бай болып кетем емес қой. Ол жақсы өмірдің дұрыс бағытта өмір сүру үшін. Качественный жизнь дейді ғой. Балаларыңды дұрыс жерге бергің келеді, өзің дұрыс жерге дұрыс барғың келеді деген сияқты. Еркін өмір сүргің келеді деген сияқты ғой. Сол үшін дұрыс жолды іздеу керек. Сосын көбірек адамдармен танысу керек. Жаңағы жобаға қайтып келейін. Смарт ананың қалай жарыққа келгендігін. 4 балалы болдым. Бір күн тағы да телевизор қараймын. Қарап тұрамын, мен жаңалық қараймын. Әдетім әзірге дейін жаңалық қараймын. Басқа кино көрмесем де, мен жаңалықтарды жақсы көремін. Не болып жатыр, мен көруім керек. Күніне 1 рет болса да. Жаңалықтарда айтады. Көп балалы аналарға осындай мемлекеттен 1.225.000 теңге қайтарымсыз ақша беріліп жатыр. Райондарда басталады, осындай дейді. Тағы зерттеймін ғой, қайтарымсыз 400 МРП гранты деп іздеймін. Шығады. Өгейде бизнес-план жазып уже білем, жобаны қалай жасақтау керектігін білем. Өскен Динара, уже документацияға қабары бар Динара. Сол кезде маған ана мен бала деген атау емес, басқаша атау керек болды.
Сол кезде смарт ана деген атау Бибігүл Какымжанқызының тоже кезінде грант ұтып алған атауы болған. Бибігүл Какымжанқызының бір ол да 3-4 жұмыс жасатып, одан кейін жабылып қалған карантинде. Бибігүл Какымжанқызға хабарласам, маған жоба жазу керек болып жатыр. Осы смарт ана деген атауды маған сатасыз ба деймін ғой. Иә, сатамын деді. Сосын бағасын айтты, маған бағасы қымбаттау болып тұр. Осы тік Инстаграммен маған атауын берсеңіз ғана болды. Жоба мен өзім құрастырам. Десем, хорошо деді. Сосын 100 мың деді, 100 мың емес, мен 60 мыңға сұрадым, ол кісі берді. Кәдімгі документальный мен осындайсын смарт ана жоба деген атаумен Инстаграммен Динараға берем деген печатпен сөйтіп қол қойдырып берді. И ол кісі көшіп кетті қаладан. Иә, как раз сол кезде. Ол атауды алып, мен жобамды жазам. Қорғауға барып, қорғауға кірем ғой, сол кезде айтамын ғой, смарт ана деген осындай әйелдер арты орталығы, бұл негізі баяғыдан келатқан менің жобамен атауымен келіп тұрмын деп осындай келем. Әйелдерге не үйретесің деді, маған айтты. Әйелдерге өз-өзінің қалай сөйлесу керектігін, жобаларды қалай қорғау керектігін, жалпы қоғамда қандай орны бар болу керектігін. Сосын менде 10 шақты сала болды ғой. Бизнеске бағыттау, қаржылық сауаттылық, бухгалтерия, суретке үйрету, арт-терапия, балаларға неше түрлі жобаларды ұсындым, қыз балаларға деген сияқты. Біздің Атырауға керек жоба деп ішінде үлкен сол кездегі бір Себет апа деген болған сияқты, шатаспасам, сенің нағыз керек жоба. Сенің алдында бір әйел адам келді маған, қолында бизнес план, өз ішінде не жазылған білмейді, біреуге жаздырып алған. Соларға сауат ашу керек. Олар өздерінің жобасы не екендігін білмейді. Біздің алдымызға келіп ұрсады, не сөйлеу керектігін білмейді. Оған үйрететін бір адам керек сияқты. Сен сол сияқтысың деп маған уже даже сол моментте бір күш болып жіберді да. И мен ойладым, и грант ұтам болды. Сосын айтты, спокойно кете бер, сен точно грант ұтасың деген сияқты өзіме не болды да. Ол жерде 7 адам отса 7 комиссияда галочка сразу қойды ғой. Қолдаймын, бұл жобаны қолдаймын. Сөйлеген сөзі, ұстауы, прям өзіне сенімділігі бізге. Иә, деп маған не істеп тұр ғой, енді уже ИП-сы бар, бұның жұмыс жасап көрген деген сияқты. Сөйтіп 15 күннен кейін 1.225.000 теңге қайтарымсыз грант келеді. И смарт ана әйелдер орталығы ашылады ғой. Бұл жерде қанша адамды қамтыдыңыз, қанша қарлығаштарды ұшырдыңыз ол жерден? Менің қол астымда 20 әйел жұмыс жасады біздің орталықта. 20 әйел. Әр түрлі маманның иелері біздің орталықта. Бізбен келісім шарт орнатады белгілі бір мамандар. Сол саланы біз әйелдерге үйретеміз. Үйден енді шығып жатырған деген сияқты. Соларға біз үйрететін болдық. Белгілі бір курстың бағалары 15 мың теңгеден басталды. Даже 5 мың теңгеден басталды. Мысалға, біреулер болады, қыздар 18-20 жастағы, 25 жастағы тұрмысқа шығып жатады, иә. Солар бізден келіп, асханамыз болды. Асханамызға келіп, салат жасау, тамақтар жасауды үйреніп кетеді. Аспаз. Менде аспазда болдық енді. Сосын бір қыздар болады, который қазір андай электронный жұмыстар ғой. Эстіп ашу дейді, жаңағыдай справка алу дейді, сондайларды біз үйрете бастадық адамдарға. Жеңіл, қалай өзі үйден компьютермен ақша табуға болады. СММ, ЕГФ қызметтері. СММ, мобилография, фотографтарға фотосессия жасауды үйретеді деген сияқты ғой. Неше түрлі сала енді айта берсем өте көп, бізде сала көп болды. И қолөнерде болды. Әдемі. Қанша жыл жүрді смарт ана? Смарт ана 3 жыл жұмыс жасады. 3 жыл содан жұмыс кейін жасады. Динара менторлыққа бет бұра бастады. 3-ші жыл, уже мен 2-ші жылда менторлықта сол жерден бастадым. Өзімді ол қалай осознание дейміз ғой, қалай келді сізге? Сен кішкене өсу керексің деген сияқты ма? Енді адамдар менен ақыл кеңес сұрайды ғой, барлығы. Мен тегін беретін болдым. Иә. Отырып аламын да, просто келген адамға айтып айтпасам, сен былай істе, мынандай грант бар. Енді мен гранттар жетеп тастаған адам ғой. Уже 5 миллионның грантына дайындалып жүрмін ғой, көзе миллион алдым, миллион 200 алдым деген сияқты. Сөйтіп гранттардан адамдарға консультация бере бастадым. 5 мыңға бердім басында, 10 мың теңгеге бердім, соң 15 мың теңгеге бердім. Сосын гранттарда адамдарға бизнес план жазып беретін болдым. Солай бизнес план жазам, еще қорғауға үйретем. Адамдар андай жазып бере салады да, біреулер қорғауға үйретпейді. А мен үйретем, отырғызып қойып, давай тұрасың, кіресің, былай деп айтасың. Тура, осылай дайындадым. Мен отырам, комиссия болып қараймын,
давай мына жерің былай дұрыс та, даже киім үлгісі, шаш үлгісі, қалай киініп бару керек, барлығын мен сөйтіп айтып беретін едім. Өйткені кез келген жаңағыдай ортаға, любой жерге барған кезде адам түріңе қарайды, бірінші киіміңе қарайды. Иә, сосын екінші Қазақстан сондай, Европа ондай емес. Иә, жоқ енді біздің орта сондай ғой енді. Сосын сөйлеген сөзіңе қарайды, не айтады екен бұл деген сияқты, қорғап тұрған жобасы қалай деген сияқты. Сол үшін менің көп бизнес-план жазғандарым, айтайын қазір 40-тан астам адам 1 жылдың ішінде грант ұтты. Мықты, бұл үлкен результат. 40-тан астам 40 миллион почти ұттық деп тұрмын ғой. 40 миллион солай. Мысалға 10 адамға бизнес-план жазсам 9 өтіп кететін. Өте керемет. Иә, сөйтіп бизнес, сосын адамдар маған бизнес идея сұрай бастады. Енді бизнес-планда идея ғой. Жалпы айтқанда идея жазып ұтқызып отырмын ғой, бірақ ол кезде мен сүйемелдемейтін едім. Өзі ашады, ары қарай өзі жұмыспен қамтумен жұмыс жасайды, өзі ашып, кәсібін ақшасын алып, рахметімді айтып, Динара рахмет сізге деп кетеді. Ал менде мынандай еді. Неге мен өзім ақшасы бар басқада бизнес жасағысы келетін әйелдерге идеямды айтып, мындай көмектеспеске, сүйемелдемеске деген сияқты. Бір күн сондай бір ханым келді маған разговорға. Менің бизнесім бар. Бизнесім құлдырап тұр. Өте маркетинг асып тұр. Мен маркетингті уже беске білем, ол кезде Инстаграмды қалай дамытып жатырмын мен. Смарт ананың бренд болып кеттік қой. Енді біз ол кезде бүкіл әйелдер келеді біздің орталыққа. Динара Вайс болып жатырмын уже. Сол кезде мен түсінгенім, мен маркетингті дұрыс қолданып жүр екенмін. Ребрендинг қалай жасау керек, қалай түспен үйлестіру керек, қалай логотип жасау керек. Өзімді адамдар қазір мен розовыйды көрсе, мен ассоциация қылады. Малина түсті көргенде. Байқайсыздар ма? Сізде солай шығар, мүмкін білмеймін. Айтады, малинаны көрсем, сіз Динара. Өйткені мен оны қалыптастырып тастадым ғой. Адамдарға уже маркетингті түсінгенім, любой бизнесі жасарда логотип, түс, барлығын даже атау, оның барлығы четкий болу керек, смартана деген сияқты да. Мен соның үшін басынан бастап, бизнес-план жазбастан бастап сатып алып тұрмын ғой, байқасаңыз, сосын емес. Сол менде стратег болып тұрмын ғой. Стратегиялық жоспарларды дұрыс құра алып тұрмын. И адамдар келеді маған, бойындағы қасиетті сразу біліп қоямын. Маған айтады ғой, мен осындай деп өзін сөйлетемін, жарты сағат тыңдаймын. Басында тыңдаушы боламын. Кез келген адамды тыңдаймын. Сосын түсінгенім, сіздің салаңыз мынау емес сияқты. Байқағаным, сіз мынандай салаға жақын сияқтысыз. Десем, точно дейді да. Бірақ басқа нәрсені армандап келеді негізінде. Өзінің жүрек қалауындағы емес, көп ақшаны армандап келеді кейбір адамдар. Миымен қалай? Жоқ, біреу жасап жатқан жұмысты да, мысалға. Айтады да, онау бизнес ашыпты, фастфуд. И менде сол байып кетті ғой, менде содан байығым келеді. Сен айтамын, сен никогда фастфудтан байымау мүмкінсің. Сен дәзім мұғалімсің ба, оқу орталығы ашсың байсың. Өйткені ол қабілеті ода жоғары ғой. Мұғалім болды, ол уже бұл балалармен жұмыс жасай алады деген сияқты ғой. Маған даже қазір ер адамдар консультация алады. Осы соңғы 1 жылда. Қана қыздар емес. Жоқ, ер адамдар келеді. Мен әлі андай үлкен жоба саттым, қазір оны тоқталып айтып өтем. Ер адамдарға сразу мен консультация жүргізгенде айтам. Сіздің арманыңыз не деймін ғой, көп ақша табу дейді бәрі. Ер адамдар сөйтіп айтады да. Запрос сондай ғой енді. Иә, көп ақша табу. Сосын айтам, көп ақша не істейсіз деймін. Қайда жұмсарын білмейді. Машина алам дейді. Жақсы, машина алынды, үй алынды. Иә, үй алынды. Мен айтам ғой, сізде андай нәрсе болу керек деймін да. Мен бизнес жасаймын, көп ақша табам. Бизнесте андай нәрсе болу керек. Бизнесте тұрақты рембрендинг, өзімнің брендімді қалыптастырамын. Қоғамға пайдалы болам, адамдарға көмектесем деген нәрселерде болу керек деп ойлаймын арасында. Қайырымдылық жасайын, қоғаммен араласам, осындай үлкен бір мысалға кез келген бізде көп қой, енді ақпараттық жүйелер болсын, әкімиятский шаралар болсын, соларға белсене араласу керек деп ойлаймын. Кәсіпкер болғаннан кейін. Иә, соның үшін сол бағыттарында мен көбінесе кеңес беремін. Давай көп ақша табудан бөлек, сіз жоспарларыңызға бөліп алайық. Көп ақша тапқан екен не істеймін? Қайда жұмсаймын, қандай нәрсе жасаймын деген сияқты. Материалдық қажеттіліктің бәрін жаптың. Иә, жаптың. Одан кейін пигі болады, иә. Соның барлығын мен кәдімгідей ер адамдарға дұрыс бағытын айта аламын. И айтып та жүрмін ғой. Көп адамдар даже өздерінің бизнестерін ашып кетті. Грантпен ашып кеткен ер адамдар болды даже грантпен. Динара андай болып тұр, адам келеді, адам ұшады оның алдында. Иә, и мен айтам ғой, мен бір нәрсем бар, енді дұрыс па дұрыс емес. Мен пал ашушы емеспін, жол ашушымын деймін. Шын.
келген адам шынымен жол ашылып кетеді. Кейбір қыздар келеді да маған бизнес жөнінде келеді ғой, 2-3 айдан кейін күйеуге шығып кетеді. Даже мен айтамын ғой, айтады менде жігіт жоқ пока дейді да. Мен айтамын сен деймін ғой, нормально. Мен айтамын менің саған қолымды ұстасам болды, қазір сен уже сразу деп. Даже бала көтере алмай жүргендер келгенде балалы болып кеткендер болды да. Айтамын шын ниетімен дұға жасаймын, айтамын Аллахым сен жолыңды ашып берсін, жұмысыңды реттеп берсін, сенің ойлаған деңгейде маған келіп кеткен, маған берген ақыңды адал етіп, күшті ойлаған ниетіңе жет деп айтамын да. Мен дұға десе жасап жіберемін адамдарға. Сөйтіп мен бір-екі құрбыларым бар, біледі да уже. Маған келсе сен бата жасашы дейді да. Сенікі тез қабыл бата жасаушы дейсің. Сондай қасиеті бар екен. Дұға жасаушы. Дұға жасағанда мындай менің Аллахтан не сұраймын? Жаңағыдай ғой, қабыл болады. Мен содан кейде өзім айтамын да, Аллах сондай маған сондай мейірімін төгіп қойған, қуанамын ше. Бала сұрасам бала берді, бизнес сұрасам бизнес беріп жатыр да. И қалай айтсам, абырой сұрасам абырой, жетістік сұрасам жетістік беріп жатыр да. Танымалдылық сұрасам танымалдылық беріп жатыр. Сол үшін мен әрбір келген жоба үшін келгенде мен дұға жасаймын. Шынымен аузым дуалы деп айтады ғой, бұл бір қазақта аузым дұғалы ма дуалы ма жаңағы солай деп те айта аламын ше. Аллахтан не сұраймын, кейде қорқып кетемін, алла мен неге сұрағанымды тез беріп қоясың деген сияқты бар ғой. Кейде сұрамай жүремін, керек кезде сұраймын ғой деген сияқты бар ғой. Өткен адамдарда көре алмаушылық болады бәрібір. Жан жақтан айтады ғой, кезінде 10 жыл бұрын никто болып жүрген Динара 10 жылдан кейін бәлем бизнесті жасады, көрді, жетістікке жетті. Қазір Атыраудың менмен деген кәсіпкерлермен араласады. Менмен деген танымал адамдармен жүреді. Ортасы бөлек деген сияқты. Даже күйеуім айтады ғой, мен өзімде сен сияқты бір 5-6 жыл бизнесте жүрсем де, сен сияқты таныстарым әлі жоқ дейді. Олар андай да, олар андай. Ер адамдар кішкене ойлау басқаша. Қарапайым олар сен сразу Инстаграмды қолға алып онлайн дамып кеттің ғой дейді. Динараның құпиясы сол ең бірінші ниетті дұрыс қою, ниетті туралау, дұғаны жасау. Аллахтан сұрау керек. Алладан сұрау, Алламен жақындық, әрі қарай іс-әрекет. Рахмет. Енді бір шетелдерге де шығып жүрген боларсыз. Әлем аралап, сондай бір қызықты сәттерді айтсаңыз, шетелде бір сапарларда болған, әлгі дейін күлкімен бір сондай еске алатын оқиғалар болды ма? Ондай оқиғалар болған жоқ. Или есімде қалмай ма ондай оқиғалар? Динара мысалға қазақ тілін біледі, орыс тілін біледі, ағылшын тілін біле ма? Мен қазақ тілін жақсы білем, орыс тілін орта, ағылшын тілі орта. Өйткені ағылшын тілі мен шыны керек, мен өзім туылған жерім Өзбекстан. Мен Өзбекстанда туылдым. Ұлтым қазақ мектепте оқыдым. Бізде Өзбекстанда қазақ мектептері бар. Ыбырай Алтынсарин деп біздің өзіміздің қазақ тұлғаларының атына қойылғанда. И мен өзбектердің арасында өскесім ба, басқа ұлттардың арасында өскесім ба, мен қатты қазақшылыққа жақын болды. Біздің үйіміз жалпы сөйлеу неміз, ортамыз, районымыз қазақтың районы. Қазақстанға қашан көшіп келдіңіздер? Мен өзім 2000 ағамен бірге көшіп кеттік. Біз бөлек. Үлкендер қалды ма? Менде үлкен мама папам тұрады. Барып келіп жүреміз енді, бірақ папам енді үлкен жұмыс жасады. Депутатқа дейін, кәдімгідей президенттің қастарында жүргенге дейін болды. Біздің үйге осы Ислам Каримов бұрынғы президент, оған келген күндеріне дейін болды да. Папам үлкен жұмыс жасағасын ол жақты қимайды. Әрине. Енді білесіз ғой, сіз де ортаңызда жүргеннен кейін андай қимайтын сезім болады. Мамамға айтқасын сол жаққа жерленгеннен кейін тағы кеткісі келмейді. Сол жақта кішкентай ағамен тұрғаннан кейін. Менде бірақ не болды, кішкентай кезімде мен бұл жерде тұрмаймын. Маған даже айтты ғой, Низами деген университет бар, неде, Өзбекстанда. Жаңа байдың балдары, қыздары оқитын. Маған айтты, жаңа депутат боласың, ана жаққа кірсең анау боласың деп мама папа көндіруге тырысты ғой енді мені. Сол жаққа кір деген сияқты қылып, грантқа түсіреміз деп. Спокойно бар кіріп кетесің деп, мен таныс бар деп сөйтті да. Жоқ, мен дайындалдым ғой. Кәдімгідей Қазақстанның бізде Өзбекстанда оқығаннан кейін Өзбекстанның тарихын оқисың да, қазақ тілде оқисың, бірақ барлық қазақ тілін оқисың, Қазақстан тарихын оқымайсың бірақ ол жақта. Өйткені басқа мемлекеттің тарихы ғой бәрібір, қазақ тілде кітаптар болғанмен, математика қазақ тілі, басқа қазақ тілі. Сол жерде мен өзім 7-ші класстан бастап Қазақстан тарихын оқи бастадым. Қазақстанға түсу үшін. Молодец. Сондай болдым. Қазақстанға бармайсың дегенде, кішкентай кезімнен қазақи намыспен өстік қой. Енді қараңыз, сендер өзбектер бәрібір мына жақта жүргенмен олар үндемей жос көрінуі мүмкін ғой. Бірақ ол жақта жүргенде бәрі бізді қазақ деп айырады ғой. Қазақтар кетіп баратыр, қазақтар мынандай деп бізді бөлек дейді.
бөлектегеннен кейін мен сондай болып өстім, мен сендерге көрсетемін деген сияқты, Динараны көрсетемін деген сияқты, ондай ортаң сондай болды ғой енді. И мен даже Ташкентке барғанда қазақша билеп бірінші орынды алғам. Билейтін болдым да мен. Жастарға барғанда мен даже мен күреске де барғам, кішкентай кезімде каратеге барғам, бірінші орындарды алатын едім да ылғи. Сол кезде мен даже айтатын едім, қазақша сөйлейтін едім, андай. Барған жерінде өзбекше сөйлемейтін едім. Түсінбедім десе, түсінбесең түсінбе деп айтатын едім да. Сосын үндемейтін едім. Керек болса орысша сөйлеп жібересің кезінде деген сияқты. Сондай намысшыл болдым. И түсінгенім, кез келген адам өзін жасай алады. Сондай батылдықпен жасай алады. Тек өзіне сену керек. Өзіне сену керек. Рахмет. Тағы солай әлі сондай депрессияда жүрген немесе өз-өзін таба алмай жүрген қыздарға не айтар едіңіз қазір? Аналарға? Дәл қазір сіз өзіңізге керексіз. Егер сіз өміріңізде қиын сәттер болса, ешкім сізді қолдамаса, мойындамаса, сізге ең бірінші айтатыным, сіз өзіңізге сеніңіз. Аллахтың мейірімділігіне, Аллахтың қандай құдіретті екеніне, Алладан ешқашан үмітіңізді үзбеңіз. Қандай мүмкіндікті көріп тұрсыз, сол мүмкіндікті қолданып, тек алға басыңыз. Өйткені әрбір іс-әрекет сізге байланысты. Сізді жақындарыңыз мүмкін қолдамауы мүмкін, аяқтан шалуы мүмкін, сіздегі бір ішіңізде қорқыныш болуы мүмкін. Қорқыныш ол сізден кішкентай. Сіз адамсыз ғой, үлкен нәрсе. Қорқыныш жоқ негізінде. Ешкімнен қорықпай, тек алға басыңыз. Мықты. Енді сұхбатымызды қорытындылайық. Естіп жатырмыз қыздардан, Динара Атыраудан кетіп бара жатыр. Соңғы бір практикум өткізеді, сосын кетеді. Қайда, не үшін, неге ренжіп қалдың Атырауға? Мен Атырауға ешқандай ренішім жоқ. Атырау мені өсірген қала. Динарға вайс қылған қала. Атыраудың халқына, ханымдарына, бүкіл барлық оқырмандарға, бүкіл мен танитын, танымайтын бүкіл Атырауға алғысым шексіз. Атырау сондай қала. Адамдары өте басында келгенде түсінбейтін едім, мен ұрысқақ сияқты, тіке тістейтін сияқты да. Біз енді андай өзбектердің арасында өстік, или Шымкенттен шығып былай не істедік қой. Жай бүйтіп әдемілеп алып келеді ғой, бізде тарс-тарс айтып тастайтын болу. Бірақ мен сіздерден соны үйрендім. Қазір мен де айтып тастаймын, тарс-тарс мінезім бар. И сол бетке айтып тастайтындарыңыз ұнайды, қонақжайлықтарыңыз ұнайды. Ешқашан біреуге жаман нәрсе ойламайсыздар. Үнемі қалай айтсам екен, ашық, жарқын жүреді адамдары. Қалай, ешкімге бір жамандық ойламайтын адамдардың рахмет айтқым келеді. Атырау, сіздерге мың алғыс айтам. Екіншіден, не үшін кетіп жатырмын? Атырауда енді біраз жыл өмір сүрдік, 4 балалы болдым, жұмыс жасадық, бизнес жасадық. Отбасылық бизнесіміз бар. Жолдасым өзінің сол кісінің басқа қалада жұмыстары болып, өзінің бизнестерін жасау үшін көшіп бара жатырмыз. Маған басқа қала ешқандай қиындық тұрмайды. Мен кез келген ортада өзімді жақсы ұстай аламын, және мен кез келген жерден таныс таба аламын, оған сенемін Аллахқа. Орта таба аламын. Және мен керісінше жақсы жаңа қалаға кетіп бара жатқаныма өте қуанып отырмын. Маған әлі Қазақстанды бағындырып, одан кейін әлемді бағындырғым келеді. Иншаллах. Иә, бұйырса. Мен өзім шығып келгеннен кейін, Еуропаны көргеннен кейін ағылшын тілі міндетті түрде. Орта білеміз, енді жетілдіру керек. Сол. Так, 16 жасында менің соңғы сұрағым. Алда отырмын дейсің, әлі сұрақ деп. 16 жасында 200 мың теңге тапқан Динараның қазіргі айлық обороты қандай? Қазір бір адамнан 1,5 миллион аламын. Бір адамнан 1,5 2 ай жұмыс жасау үшін. Енді обороты қандай болады сонда? Примерно айтсаңыз. 1,5 миллион сіздің ол потолок табыс емес. Иә, мысалы 10 адаммен жұмыс жасасаңыз, өзіңіз білесіз ғой. Иә. Оны бір топта 5-6 адам болады. 10 адамға дейін бола береді. Ол әртүрлі. Енді ең көп тапқаным 10 миллион. Бір айлық обороты 10 миллион. Рахмет, Динара. Бізге келіп, арнайы уақыт бөліп, кәдімгі сұхбатқа бәрінен бұрын келген, кешікпей келген қонақтардың, санаулы қонақтардың бірі болдыңыз. Көп рахмет. Бізде бір кәдесый бар. Рахмет. Атыраудан кеткеннен кейін сол біздің бағдарламаны еске алып жүресіз. Мынау біздің қазақ қыздарының барлығы сіз сияқты вип болсын, Динара сияқты вип болсын деп казашка дейтін осындай естелік. Күшті. Рахмет, көп.
Қандай құрметті лайық. болашақтағы өзіңнің үлкен бір бизнес орталығыңа, жеке кабинетіңе бір жерге қойып қойсаң. Сіздерден естелік ретінде рахмет, естелік. көп қонақ қылып шақырғаныңызға көп рахмет. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Егер сіздерге сұхбатымыз ұнаса, лайк, комментарий қалдырып, бөлісіп, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздердің әр комментарий, лайктеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Рахмет.